Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен бір жай ғана витамин туралы сөйлесеміз. Бірақ ол жай ғана емес. Бұл Д дәрумені. Оны кейде күн дәрумені деп те атайды. Бірақ көп адам осы қарапайым ғана дәруменнің ағзаға қандай алып пайдасы бар екенін білмейді. Неге сүйегің оңай сынады? Неге үнемі шаршап жүресің? Неге бала көтере алмай жүрсің? Неге балаң жиі ауырады? Мүмкін Д дәрумені жетіспейтін шығар. Сол себепті бүгін осы жайлы толық түсінікті тілде айтып беремін. Соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Д дәрумені бұл майда еритін витамин. Адам ағзасы оны күн сәулесімен тер арқылы өзі синтездейді. Бірақ мәселе қайда? Қазір 21 ғасыр. Адамдар күні бойы үйде, терезе алдында, компьютер алдында SPF крем жағып алады, күннің көзіне сирек шығады. Сондықтан ағзамызға күннің өзі жетпейді. Ал Д дәрумені жетіспесе, ағзаның бүкіл жүйесі бұзылады. Д дәруменің сүйекке әсері. Сүйегіміз кальцийден тұрады. Бірақ кальцийдің өзі Д дәруменсіз сіңбейді. Мысалы, сен үй салып жатырсың, ал Д дәрумені цемент сияқты. Цементсіз тек кірпіш жинай бересің, үйің құлап қалады. Осы себепті остеопороз, остеохондроз, жиі сыну, тізе, бел, омыртқа аурулары бәрі Д жетіспеуінен болуы мүмкін. Бұлшықетке әсері. Бұлшықетің босап, жүруге ерініп, шаршағыш, әлсіз болып жүрсің бе? Д дәрумені бұлшықет талшығын қолдайды. Ол болмаса күш те жоқ, тонус та жоқ. Әсіресе егде адамдарда бұлшықет тез әлсірейді. Жүкті әйелдерге, жүктілік кезінде бала сүйек қаңқасын қалыптастырады. Ананың ағзасы кальций береді. Егер Д дәрумені аз болса, бала дамымайды, анадан тіс түседі, сүйек ауырады, көңіл-күй бұзылады. Сондықтан репродуктологтар жүктілікке дайындық кезінде де, жүктілік кезінде де Д дәруменін береді. Балаларға әсеріне келетін болсақ, балаларда Д жетіспесе, рахит дамиды, сүйегі иіледі, басы кеш өседі, аяғы қисық болады. Сондықтан дәрігерлер туғаннан бастап Д3 тамшысын береді. Күн сәулесі аз аймақта өмір сүретін елдерде бұл міндетті нәрсе. Иммунитетке әсеріне келетін болсақ, сіз неге жиі ауырасыз жалпы? Мұрныңыз бітеліп, тамағыңыз жыбырлап жүрме? Бұл иммунитет әлсіздігі. Д дәрумені иммун жасушаларын оятатын витамин болып табылады. Ол болмаса, вирустармен күресетін ешкім болмайды. Тіпті ковид кезінде де Д дәрумені тірі қалу мүмкіндігін арттырады деген ғылыми зерттеулер бар. Көңіл-күйге әсері. Сіз таңертең тұрғанда ештеңкеге зауқыңыз жоқ, ашушаңсыз ба? Бұл депрессия емес, мүмкін жай ғана Д жетіспеуі шығар. Д серотонинмен байланысы бар, яғни бақыт гормонына әсер етеді. Сол себепті қыста, күн аз кезде бәрімізде тұнжырап жүреміз. Д дәрумені жетіспесе не болады? Адамда шаршағыштық, көңіл-күйдің түсуі, ұйқысыздық, бұлшықет ауырады, тіс түсіп, тырнақ сынғыш болады. Әйелдерде цикл бұзылады, бала көтеру қиындайды. Жалпы Д дәруменін артық қабылдау да өте қауіпті болып табылады. Мысалы, сен күніне үлкен дозада мөлшерде іше берсең, ағзада Д дәрумені майда еритін, сондықтан ағзада жинақталып қалады. Бұл кезде кальций тым көп жиналып, бүйрекке тас болып жиналуы мүмкін. Адамда айнаға қарай алмайтын бас ауру, құсу, жүрек айну, іш қату, немесе керісінше іш өту, жүрек соғысы бұзылады. Сол себепті міндетті түрде анализ тапсырып, содан кейін ғана Д дәруменін қабылдаған абзал. Қанша мөлшерде ішу керек? Ересек адамдарда 1000-2000 тәулігіне, жүкті әйелдерде 2000-4000, кішкентай мен 3 жас аралығында 400-ге жуық, ал 3 жас пен 10 жастағы балалар арасында 600 000 тәулігіне ішуіміз керек. Д3 түрін ішкен жөн, ол ағзаға жақсы сіңеді. Д дәруменін қалай ішу керек? Таңғы аста немесе майлы тағаммен бірге, аш қарынға емес, кальций дәруменімен бірге, сонда бұның әсері күшейеді.
Аптасына бір рет ішуге арналған 50 000 дозалық капсулалар бар, бірақ ол тек қана дәрігердің бақылауымен жүзеге асу қажет. Қорытындылай кетсек, Д дәрумені қарапайым ғана витамин сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде ол ағзадағы бүкіл жүйені басқаратын дирижер сияқты. Бір таблетка көңіл-күйді көтеруі, сүйегіңді бекітуі, иммунитетіңді қалпына келтіруі мүмкін, бірақ бәрін мөлшермен дұрыс ішу керек. Егер сен Д дәруменін ішіп көрген болсаң, пікірге жазшы, қандай нәтиже байқадың? Ал егер әлі ішпеген болсаң, анализ тапсырып, дәрігермен ақылдасып баста. Каналға тіркеліп, лайк басып кет. Денсаулығың мықты болсын.